Бизнес жобаны қорғау 1. Көпшілік алдында сөйлеу негіздері, шешендік және құрылымдық презентация, өзін-өзі таныстыру, дағдылары сіздердің назарларыңызға көпшілік алдында сәтті сөйлеудің бірнеше ережелерін ұсынамыз. Олар сіздің сөйлеуіңізді қызықты және тартымды етуге көмектеседі. 1. Сөйлеуді дайындау. Өздеріңіз білетіндей, барлық жақсы импровизациялар алдын ала мұқият дайындалады. Алдын ала дайындықсыз сөйлеу, әсіресе жаңадан келген спикер, сәтсіздікке ұшырайтыны сөзсіз. Марк Твеннің афоризмін есте сақтаңыз, экспромтпен жақсы қысқа сөйлеуді дайындау үшін 3 аптадан астам уақыт қажет. Басында болашақ көпшілік алдында сөйлеудің мәнерін жасаңыз, адамдардың сіздің сөйлеген сөзіңізді тыңдау мотивациясын анықтаңыз. Бұл оларға не үшін қажет? Олар өздері үшін не пайдалы немесе қызықты екенін біледі. Сөйлеудің негізгі идеясын бөлектеңіз. Идеяңызды бірнеше құрамдас бөліктерге бөлу арқылы субтитрлерді бөлектеңіз. Бірнеше рет қайталайтын кілт сөздерді анықтаңыз, сонда бар сіз оларға не туралы айтып жатқаныңызды жақсы есте сақтаңыз. Болашақ сөйлеудің жоспары мен құрылымын мұқият ойластырыңыз. Ол кіріспе, негізгі бөлім және қорытындыларды қамтуы керек. Сөйлеу барысында қолданатын тарихтан, әдебиеттен, өмірден жарқын мысалдарды табыңыз. Ақпаратты көрнекі түрде бекіту үшін қажетті диаграммаларды, иллюстрацияларды, графиктерді дайындаңыз. Сөйлеу барысында аудиторияға қандайды бір сұрақ қойып, бірдеңе атауды, қайта санауды сұрайтын сәтті анықтаңыз. Бұл қатысушыларға тақырыпты талқылауға, назар аударуға көмектеседі және сіздің материалыңызды қабылдаудың тиімділігін едәуір арттырады. Толық мәтін жазыңыз. Оның басталуы мен аяқталуына ерекше назар аударыңыз. Кіріспенің ерекшелігі ол бойынша аудитория сіз туралы тез әсер қалдырады және бұл әсер бүкіл спектакльде басым болады. Егер кіріспе бөлімде қателіктер жіберілсе, оларды түзету қиын болады. Басынан бастап көрермендерді алғашқы атуыңыздың сәттілігіне қызықтыру маңызды. Ол үшін кіріспе бөлімде сіз кез келген тапқыр әзілді қолдана аласыз, қызықты фактіні айта аласыз, немесе көрнекті тарихи оқиғаны еске түсіре аласыз. Оларды міндетті түрде сөйлеу тақырыбымен байланыстыра аласыз. Көпшілік алдында сөйлеудің қорытынды бөлігі қорытынды шығаруды көздейді. Соңында сіз сөйлеуде туындаған негізгі мәселелерді еске түсіруіңіз керек. Барлық негізгі идеяларды қайталаңыз. Олардың эмоционалдылығы мен мәнерлілігімен күшейтілген соңғы сөз тіркестерін жобалаудың сәттілігі тыңдаушылардың қошеметіне бөленіп қана қоймай, оларды сіздің жақтастарыңызға айналдырады. Мінбе немесе трибуна, сахна немесе балкон, жалпы алғанда, еден деңгейінен кез келген биіктік әрқашан көпшілік алдында сөйлеу тәжірибесі жеткіліксіз адамдарда қорқыныш тудырады. Морен мұны сахналық қорқыныш деп атады, ал Марк Твен спектакльден қорқатындарға тынышталыңыз, өйткені көрермендер сізден ештеңе күтпейді деп кеңес берді. Өзіңізді бірінші кезекте өзіңізге қызықты нәрсе айтқыңыз келетіне етіп орнатқан дұрыс, сонымен бірге оны және барлық қатысушыларды таныстырған жөн. Тыңдаушылар сізге қай жағынан қарайтынын анықтау үшін қойылым алдында бөлмені зерттеу өте маңызды. Орынды таңдағанда бойыңызды ескеріңіз. Барлығы сізді көре алатынын тексеру керек. Егер сіз трибунаның артында сөйлесуіңіз керек болса, онда қысқа бойлы болса, трибунаның астына мықты стенд қойылғанына көз жеткізіңіз. Сөйлейтін бас күлкілі көрінеді және көрермендердің назарын ұзақ уақыт ұстай алмайды. Спикердің кеудеден көрінетініне көз жеткізу керек. 2. Сөйлеу орны үлкен аудитория алдында өнер көрсету спектакльге ұқсайды, сондықтан спикердің киімі үлкен маңызға ие. Көпшілік алдында сөйлеу кезінде оратор үстелге отыруға, биік мінбеде, трибунаның артында тұруға және осыны ескере отырып, шалбар мен юбкалар жеткілікті ұзын, шұлықтар биік, аяқ киім толық тәртіпте болуы керек. Өзіңізді жайлы сезінетін, сізді ыңғайсыздықпен алаңдатпайтын заттарды киіңіз. Сізде ешқашан ол маған қалай отырады. Ең дұрысы, бірінші рет киінген жаңа заттарды пайдаланбаңыз. Киім мен аяқ киім сізге ішкі ыңғайсыздық туғызбауы керек және сіздің назарыңызды аударуы керек.
Көпшілік алдында сәтті сөйлеудің әмбебап ережесі сіздің айтқаныңыз бен сыртқы түріңіз арасындағы теңгерімсіздікті болдырмау. Ресми жағдайларда орташа қара костюм, ақ немесе піл сүйегі, жіңішке көйлек және талғампаз, мәнерлі галстук қолданған дұрыс. Қарама-қарсы түстер, жақсы костюм сізге оң көзқарас қалыптастыруға көмектеседі және көпшілік алдында сөйлеудің сәттілігіне ықпал етеді. Галстук бетке назар аудармасы үшін жарқын үлгіге ие болмауы керек, сонымен бірге ол бір түсті болмауы керек. Күңгірт матадан жасалған галстуктар қою көк, қызыл шарап түсі, әрең байқалатын өрнегі бар, борды жақсы. Галстуктың ұзындығы оның ұшы белдік белбеуіндегі ілгекті әрең жабатындай болуы керек. Түсі 4. Как побороть страх публичных выступлений? Көпшілік алдында сөйлеуден қорқудың себептері. Егер сіз көпшілік алдында сөйлеу қорқынышын қалай жеңуге болатындығы туралы кеңестерге бірден ауыса алсаңыз, көпшілік алдында сөйлеуден қорқудың мүмкін себептерін неге тізімдеу керек? Осы себептерді түсіну және түсіну бұл фобиямен күресудің алғашқы қадамы. Ғалымдар көпшілік алдында сөйлеу процесінде адамдардың көпшілігінде парашюттен секіру кезінде бөлінетін нәрсеге сәйкес келетін адреналин мөлшері бар екенін растады. Бір қызығы, көпшілік алдында сөйлеуден қорқу өлім қорқынышынан кейін фобияларды жіктеуде екінші орында. Кейбір тұлғалардың аудиториядан қорқуы бірінші орынға шығатыны таңқаларлық. Спектакльден қорқуды қалай жеңуге болады? Дайындалыңыз және жаттығыңыз. Ең алдымен, сіз өз тыңдаушыларыңызды мұқият талдауыңыз керек. Спектакльдерден қорқу көбінесе бірнеше фобиялардың тандемі болып табылады. Адамға белгісізден қорқу айтарлықтай теріс әсер етеді. Одан құтылу үшін сіз өзіңіздің шешендік өнеріңізді қайда және қай аудитория алдында көрсету керектігін алдын ала білуіңіз керек. Мүмкіндігінше сізді қанша адам тыңдайтынын, олардың қызығушылықтары мен өмірлік ұстанымдарын, спикерден не күтетінін және олардан қандай реакция алғыңыз келетінін талдаңыз. Көпшілік алдында сөйлеу қорқынышын жеңу сіздің хабардар болуыңызбен тығыз байланысты екенін есте ұстаған жөн. Сізді кім тыңдайтынын түсіну белгісіздік факторын жоққа шығарады. Өзіңізді мүмкіндігінше жайлы сезінетін жағдайды елестете отырып, үйде жаттығуды ұмытпаңыз. Сөйлеудің вербалды емес бөлігі туралы ойланыңыз. Сөйлеудің вербалды емес бөлігінің маңыздылығын бағаламаңыз. Бір қызығы, әрқайсымыз ақпараттың шамамен 60 ауызша емес көздерден тұтынамыз. Егер біреуді сөзбен адастыруға болатын болса, онда сіздің санадан тыс деңгейдегі қимылдарыңызды аудитория дұрыс оқиды. Спикердің сыртқы түрі, оған дейінгі қашықтық, дауыс тембрі, баяндау тәсілі, мимика және интонация вербалды емес болып табылады. Спектакль алдында сыртқы келбетіңізді ойластырған кезде, орташа тыңдаушыға кез келген ұқсастық сіздің қолыңызда ойнайтынын ескерген жөн, өйткені ол аудиторияға әсерін арттырады. Бұл киімге, шаш үлгісіне, зергерлік бұйымдарға және әдептілікке қатысты. Егер адамдар сізді өздері ретінде қабылдаса, онда сіздің сөздеріңіз жоғары бағаланады. Бұл жағдайда сөйлеу артикуляциясы мен дикциясын сіз сөйлегенге дейін пысықтауыңыз керек. Бірінші қадам. Кім қорғауда? Бизнес жоспарды қорғау жөніндегі комиссияда кім болады? Олар қандай қызмет салаларын білдіреді? Қандай сұрақтар қоя алады? Әкімдік өкілі, жұмыспен қамту бөлімінің орталығының қызметкері, қаржы ұйымдарының өкілдері, директорының орынбасары, бизнесті қаржылық емес қолдау бастығы. Мен не істеуім керек? Екінші қадам. Презентация құрылымы. Презентацияның мультимедиялық бөлігі. Презентация кеңейтімі бар арнайы форматтағы файлда сақталатын белгілі бір тақырыптағы түрлі түсті слайд суреттер жиынтығы. Мультимедиялық компьютерлік презентация мәтіннің, кескіннің, дыбыстың динамикалық синтез слайдтарды жолдықтері. Қағида. Екінші қағида. Таңбалармен ауыстыруға болатын барлық нәрсені ауыстыру керек. Үшінші қағида. 27. Презентацияның 20 минутына 7-ден аспайтын слайд келуі керек. Төртінші қағида. 3-3. Бір слайдта 3 қаріптен артық қолдануға болмайды.
Бесінші қағида, егер қаріп болса, онда сенсор экранда жеңіл қабылданады. Times New Roman серифтер мен Arial жоқ. Алтыншы қағида, ақпаратты қайталамау презентацияның негізгі бөлігі. Бүгінгі жағдай егер ештеңе болмаса, болып жатқан перспектива мен салдардың қарапайым және егжей-тегжейлі сипаттамасы. Мәселені шешудің нұсқалары, қандай қиындықтар бар, және олар қандай шарықтау шегі. Презентацияның соңғы бөлігі, жарқын мәлімдеме, сөйлеудің негізгі идеяларын қайталау. Қорытындылау. Келесі қадамдар. Презентацияны аяқтау мақсатқа сәйкес келуі және есте қаларлық әсер қалдыруы керек. Төртінші қадам. Бекіту ең жасайды. Бір уақытта иллюстрациялық материал және чит параға. Неліктен мәтінді сөзбе-сөз жазуға болмайды? Жатқа ойналатын мәтін табиғи емес естіледі. Егер сіз мәтінді жаттай алмасаңыз, сіз алдау парағына қарамай қарауыңыз керек. Теория мен көзқарас. Шығу арқылы сіз адасып, дұрыс орынды істеу қаупі бар. Бірден табатын факт емес, қолдағы қағаз бекітіліп, жест ишараға жол бермейді. Қағазға жазылған уақыт ұзақтығын түзетуге мүмкіндік бермейді. Бесінші қадам, түзету. Қойылым қанша уақытты алатынын біліңіз. Оған тағы 5-тен 1-ін қосыңыз. Қандай орындар тығыз және ақпарат жетіспейтінін түсініңіз. 10 минут ішінде кіруге дайын болыңыз. Олардың ішінде 6 минут сөйлеу және 4 минут комиссияның сұрақтарына жауап беру. Шаг 6 и последний. Заслуженный отдых. В последние сутки перед выступлением оставьте его и отвлекитесь снижения индекса непредсказуемости. Возьмите все необходимое. Умножить на оденьтесь соответствующим образом. Умножить на обретите союзника, посадите в зал знакомых, друзей, коллег. Перед выступлением узнать все об аудитории. Умножить на провести репетицию. Иметь свободное время. Способы управления волнением. Подвигайте интенсивно челюстью взад и вперед раз 20. Раздражаются корешки блуждающего нерва, сигнал передается в ЦНС, происходит выброс норадреналина и ваше состояние уравновешивается. Пройдитесь быстрым шагом, помашите руками. Любая физическая активность, вызывающая учащенное сердцебиение, снимает нервное напряжение. Вообразите, будто вы сидите в тяжелой шинели с генеральскими погонами и чувствуете ее тяжесть на своих плечах. Опустите плечи, поднимите подбородок, выпрямите спину. Вспоминая, как вы выступили, сосредоточьтесь на том, что было особенно удачно. Запомните это и применяйте снова. Сосредоточьтесь на главном, на достижении цели вашего публичного выступления. Оратор должен иметь хорошую физическую подготовку. Спокойно относитесь к результатам выступления. Психология восприятия. Объекты, появляющиеся справа от человека, воспринимаются как потенциально опасные, враждебные. Слева, наоборот. Правило «находиться слева» поможет при любых контактах с людьми. Место, откуда появляется человек, имеет огромное значение. Политбюро в советские времена выходило строго слева. Используйте резервы местности, старайтесь выйти с левой стороны. Движение должно быть слева направо, относительно смотрящих на вас. Пусть доска, экран, президиум будут находиться по левую руку от вас. Зрительный контакт, не оставлять неохваченных вниманием зон. Стоять на сцене во весь рост, если мероприятие требует, чтобы выступающие сидели, не уменьшать движениями свой рост. Не нагибаться, не склоняться. Не допускать бесконтрольных движений правой рукой. Установить максимально тесный контакт с аудиторией, общаясь на личном уровне. Следовать правилам этики, не допуская спорных моментов. Находясь на сцене, прохаживайтесь по ней, стараясь охватить все пространство. Это укрепляет ваш статус хозяина зала. Используйте развернутую жестикуляцию, не стесняйтесь указывать на экран или в зал выпрямленной рукой. Ноги необходимо поставить таким образом, чтобы положение тела было устойчивым. Поддерживайте зрительный контакт с каждым участником. Не следует сосредотачиваться на тех, кто принимает решения, для вас все должны быть равны. Уделите больше внимания крайним местам слева и справа и галерки. Вербальный имидж. Знание предмета разговора. Отношение к собеседнику с уважением. Умножить на владение мастерством логических ударений, пауз и языком жестов. Использование живой речи, метафор, образов, сравнений. Умножить на исключение языковых шаблонов, затасканных выражений, слов-паразитов.
Использование техники драматизации речи, изменение темпа и тембра. Использование личного обаяния. Умножить на исключение акцента и смешение языков. Привлечение и удержание внимания. Применять юмор. Умножить на спрашивать, не отсвечивает ли доска, не следует ли включить свет поярче. Умножить на делать паузы, изменять тембр, интонации и высоту голоса. Умножить на применять факты, цифры и экспертное мнение. Умножить на предлагать совершить простое действие. Вовлекать в принятие решений. Рекомендации по возражениям аудитории. На первых этапах подготовки запишите 3 возражения, которые вы услышите с вероятностью 99%. Поставьте себя на место аудитории и подумайте, что могло бы вызвать подобную реакцию. Не спешите, не раздувайте список. Теперь решите, что вы могли бы ответить на эти возражения, запишите эти ответы. Посмотрите, нельзя ли их сократить или улучшить. Не следует воспринимать возражение как нападение лично на вас, как акт агрессии. Возражения относятся к сути вашего предложения или к каким-либо частностям. Енді жауаптары бар сұрақтарды еске түсіріңіз.